Сәлем достар, бүгін біз мұғалімдерге қажет, өте қажет әдістің бірі рандом вилді айтатын боламыз. Рандом вил әдісі мен өзім жасап қойдым. Любой сабақта қолдануға болады. Ағылшын, орыс тілі, қазақ тілі, математика қай пән болсын. Бұл әдіс өте тиімді әдіс. Істеу жолы өте оңай, мен өзім істеп қойдым. Рандом вил әдісіне ең бірінші кіресіздерде Google-дан іздеп көре жазасыздар. Одан кейін мен істеп қойған әрқайсысы өзімнің жаңағы осы әдістеріме қажетті құралдар жасап қойдым. Ең бірінші мен сіздерге көрсетейін. Рандом вил әдісі жалпы шеңберді айналдыру көрсетіп айтқанда. Бұл әдісте міне қараңыздар, старт деп басасыздар. Өзіңіз сіздерге көрсетейін. I don't understand about. I like it the lesson. I was very interested. The lesson was. Яғни біз бұл мен кері байланыста қолдандым. Егер біз осыны басып айналдыратын болсақ, өзі айналады. Тоқтайды. The lesson was дегенге бала жауап беру қажет. About myself, яғни өзі туралы бала айтатын болады. Міне қараңыздар, айналдырамын. Бала жауап беру қажет. Мысалға, what's your professions? Сенің мамандығың, иә? Келесі қараңыздар, бұған сурет қоюға да болады. Мен назари действие бұл адамдар істеп қойған. Енді осыны өздеріңіз сурет қойсаңыздар да болады. Яғни мынаны айналдырған кезде қай әрекетке барады, сол әрекетте бала жауап беру керек. Мысалға, мынау listen, иә, мынау не read, write, да, write. Әр жаңағы әрекетке тұра отырып балалар сөйлеу қажет. Сурет қоюға болады, сөз жазуға болады. Рандом вил әдісі арқылы сіздер топқа бөле аласыздар, және де сұраққа жауап барысында, яғни answer the question деп қолдана аласыздар, және де сөйлемді жазып қойып, яғни кім бала оқыту керектігін аттарын жазып қойсаңыздар болады, немесе сөйлемді жазып қойып, қай бала оқу керектігін бөліп қоюға болады. Бір сөзбен айтқанда өте тиімді әдістің бірі.